Менің өте қорқынышты бір тәрбиешім болған. Оның тістері де өте қорқынышты болды. Мен одан қатты қорқатынмын. Ол менің түсіме де елестейді. Өзінің бір орындығында ғана отыра беретін. Одан кейін мен барып оған «Тыныш отыршы, менің жыныма тидің» деп айғайладым. Сол кезде ол қатты айғайлай бастады. Мен «Сізге не болды?» деп едім. Ол тіл қатпады. Одан кейін мен дәрігерге хабарластым. Дәрігер оның жағдайы мәз емес деді. Оны жақсы күтіммен қараңыз деді. Оның бірақ көптеген ауруларға шалдығуы мүмкін деді. Одан кейін біз үйге келдік. Дәрігер оған жақсы тамақтансын деген, бірақ ол тамақты төгіп тастады. Мен оған «Неге тамақ ішпейсің?» деп айғайладым. Ол болса менің шашымнан тартты. Маған қатты ауырды, бірақ мен шыдауға тура келді. Бұл жағдай менің есімнен кетпейді. Оның түрі де өте қорқынышты. Бәріне шыдауға тура келеді. Тіпті түсіме де елестейді. Таң атты. Одан кейін мен тәрбиешімді ауруханаға апарып тексерттім. Мен оған «Ол кісі өте ауруға ұқсайтын, маған ол қатты ұнамайтын» дедім. Ол кісі біраз ойланып тұрып, оның ішіне жын кірген деді. Мен қатты қорықтым.